Айдыны тулаған, Ақша қаласы шулаған өңіріміздің басты ерекшеліктерінің бірі жылына миллиондаған мейманды тартатын көгілдір көл екендігі мәлім. Осы ретте аудандағы туризм саласын дамытып, елдің әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында көптеген шаралар қолға алынуда. Солардың ілкімдісі ретінде жол мәселесінің біртіндеп реттеліп келе жатқанын айта аламыз. Өңірімізге қарай созылып жатқан күре жолдар әзірге күрделі жөндеуде болғандықтан туристер үшін тиімдісі темір және әуе жолы болып отыр. Ал мыңдаған жолаушылар күніге қатынайтын бұл жерлерде ең алдымен қауіпсіздікті сақтау мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Таң бозынан тиісті тапсырмаларын алып, қоғамдық тыныштық пен тәртіпті сақтау үшін қызметтік орындарына аттанған көліктегі полиция департаментіне қарасты Достық желілік полиция бөлімінің Бескөл станциясындағы желілік полиция бөлімшесі сақшыларының иығына артылған міндеттің салмағы ауыр. Еліміздің тіпті әлемнің түкпір-түкпірінен сапарлай келген меймандардың заң бұзбай, тәртіп пен тыныштықты сақтауларын қадағалайтын азаматтардың қарауында Шарал әуежайы мен Ақши станциясы да бар. Аспан кеңістік арқылы санаулы сағатта Нұр-Сұлтан, Алматы, Талдықорған бағыттарында әуе көліктері қатынайтын бұл нысанда аталған бөлімшенің қызметкерлері күніге қауіпсіздікті қадағалайды. Елдегі карантиндік режимге байланысты жұмыс қарқыны да еселене түскен. Әр келушінің міндетті түрде бетперде тағулары, талапқа сай 2 метр арақашықтықта болулары, тыныштық пен көрсетілген талаптарды сақтаулары осындағы полиция қызметкерінің қырағы назарында. Бір айта кетерлігі, әуежайға артық адамдар кіргізілмейді. Тек ұшаққа отыратын жолаушылар мен қызметкерлерге ғана рұқсат бар. Барлығының да кіреберісте дене температурасы тексеріліп, шекті межеден аспағандары ғана ішке енеді. Ал олардың бұнда жүріп тұруы міндетті түрде тәртіп сақшысының қадағалауында болады. Осы шаралау жайында қоғамдық тәртіпті сақтау және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында Бескөл станциясының желілік полиция бөлімше қызметкерлері қажетті іс-шаралар жасап, жолаушылардың күнделікті санитарлық эпидемиялық қауіпсіздік шараларын сақтауын бақылауға алып, карантин шараларын сақтау бойынша ақпараттар жұмыстар жүргізеді. Және осы әуежаймен ұшып бара жатқан жолаушыларға ақпараттар айтып, карантин бойынша іс-шаралардың қалай жасау керек екенін, маскаларын киіп жүруін күнделікті айтып жеткізіп отырады. Әуежай ашылған мезеттен кеш қарайғанша аяққа тік тұрып, тосын жағдайдың болмауын және құқық бұзушылықтың орын алмауын қамтамасыз ететін полиция қызметкерлерінің еңбегі зор. Ал пандемия кезінде тәртіп сақтау өте маңызды болып табылады. Алтынай Қалиқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алмат Есенбеков. Арнайы Алакөл жаңалықтар үшін.